Сәлем қыздар, мен бүгін сіздерге ең күшті сырниктің рецептімен бөлісетін боламын. Ең идеальный рецепт осы деп ойлаймын мен. Қанша сырник жасап көрдім, бірақ дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерден бір жасағаннан-ақ өте идеальный сырник шығатын болады. Алдымен осындай президенттің осындай 9%-тік творогын алып алдым. Творогты осылай рассыпчатый болу керек, творог деген, бірақ мен сонда да марлыға не қылып творогты оратында сығып суын шығарып алдым. Өте құрғақ қылып алдым. Осылайша дәл видеодағыдай көрсеткенде жасайсыздар. Мінекей осылай құрғақ етіп творогты дайындап алдым. Оның үстіне 2 ложка қант қостым. Мына жерде 450 грамм творог бар. Және осындай 2 ложка ұн қосамыз. Және араластырамыз. Жақсылап араластырып, одан соң осындай блендермен езетін боламыз. Блендермен езіп алдық. Осындай творожная масса шығады бізде. Енді оны қолға жабыспас үшін осылай ұн сеуіп аламыз доскаға и қолымызға кішкене ұн жағып аламыз да. Осылай жұқа қылып жасасаңыздар болады, және қалың қылып жасасаңыздар болады. Мен видеода қалың етіп жасап көрсеттім. Осылай жасаймыз. Және домалақтап болғаннан кейін осылай стаканды алып, жан-жағынан айналдырамыз. Сол кезде бізде дөп-дөңгелек, өте формасы әдемі сырник шығатын болады. Жалпы сырникті таңғы асқа және полдникке шаймен ішуге өте дәмді және пайдалы. Видеода көрсеттік, осындай сырникті осылай айналдырамыз стаканмен. Дәл осылай осы барлық дайын болған массамызды осылай сырник жасап шығамыз. Достар, мен YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар, және өздеріңіздің таныстарыңызға кез келген видеомды переслать етіп жіберсеңіздер болады. WhatsApp немесе басқа да интернет желісі арқылы жібере беруге болады. Және видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осылайша екінші сырнигімді жасап көрсетіп жатырмын. Және барлығын дөңгелек етіп, өте бізде дәмді сырниктер жасаймыз. Негізі достар, формасын әртүрлі қылсаңыздар болады. Биіктігін, формасын емес, биіктігін. Мен осылай биік сырникті жақсы көрем. Біреуін жегеннен өзі тоясың. Және өте күшті әдемі көрінеді. Достар, менде биік қалың осындай 5 сырник шықты, 450 грамм творогтан. Және осындай сары майды сковородкаға қыздырып, газдың астын жай қоямыз. Негізі достар, осындай бір кішкене ғана долька салсаңыздар болады екен. Мен 2 долька салып қойдым. Сары майға пісіремін. Өте дәмді шығады. Осылай астын жай қойып, қатты қоймау керек, ол кезде бірден екі жақ күйіп кетеді, ортасы піспей қалады. Астын жай қоямыз да, біраз ұстаймыз. Сол кезде екі жағын қызартам дегенше ортасында пісіп, бізде сырнигіміз дайын болады. Негізі достар, май қоспасаңыздар да болады. Ол кезде құрғақ болып кетеді. Мен кішкене сары май пайдалы болғандықтан кішкене аздап қосып жібердім. Мінекей екі жағы осылай күшті болып қызарып пісті. Хрустящий болып тұрады. Екі жағы ал ортасы болса жұп-жұмсақ, өте дәмді, таза творог болып шығады. Достар, бізде идеальный сырник шығу үшін ол көп 90%-і бізде творогқа байланысты болады. Қалауларыңызша осылай әрлесеңіздер болады. Менде қолдың сметанасы бар, үйде сонымен бірге біз шай іштік, өте дәмді болды. Мен өзім дегустация жасап көрейін деп жатырмын. Өте қызықты болды. Видеоны Расухан түсірді, мен балам. Осылай бөліп жеп көрдік. Ортасын түсірші деп жатырмын Расуханға. Өте күшті болып шыққан, қараңыздар, формасын ұстап тұр. Және өте дәмді шыққан. Дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер, достар. Дәл осындай идеальный сырники дайындап, ішін қуантып, таңғы асқа бірге шай ішіңіздер. Ас болсын, достар.